Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге окрошка дайындайтын боламыз. Әркім әртүрлі, әрқандай рецепт бойынша жасап жатады. Ал мен болсам осы рецепт бойынша жасаймын әрдайым. Сондықтан да видеоны толығына дейін көріп, менің әдісім бойынша жасап көруге барлықтарыңызға кеңес беремін. Егерде маған тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп кетуді және де видеомды толығына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Ең алдымен көк пиязымызды турап, содан соң қалған көрсетілген ингредиенттердің барлығын турап, араластыратын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша сіздер редиска бар болып жатса қоссаңыздар да болады. Бірақ мен әрдайым окрошка жасаған кезде редискасыз жасаймын. Сондықтан да сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады. Барлық аскөктерімізді турап болғаннан соң, үстіне кішкене тұзымызды қосып, қасықпен араластырып жасайтын боламыз. Өйткені бізде тұз қосылғаннан кейін осы аскөктеріміздің кішкене суы шығып, араласып дәмі кіретін болады. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, араластырып, кішкене үстінен басып жіберсеңіздер, сол кезде жаңа айтып өткенімдей соғы шығып, дәмі кіретін болады. Қазіргі таңда окрошка ең керекті деп ойлаймын, өйткені қазір жаз мезгілі болғандықтан дала өте ыстық, тамаққа тәбет болмайды. Сондықтан да мен ойлаймын, осы окрошка жазға нағыз керекті тағамның бір түрі деп, яғни сусын түрінде де, тағам түрінде де жататын болғандықтан салқындатып, менің рецептім бойынша жасап ішіп көріңіздер. Қою, дәмді, әрі шөліңізді басатын керемет окрошка болып шықты. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Тез видеода мен барлығын асықпай, ақырындап көрсетіп шықтым, сіздерге түсінікті болу үшін. Бірақ сіздер өздеріңіз дайындап көрсеңіздер, ұзақ уақыттарыңызды алмайды. Бар болғаны 10 минутта тез арада дайындап шығасыздар. Сондықтан да жасап көріңіздер. Барлық керекті ингредиенттерді мен төмендегі описание бөлімінде қалдырып кетемін. Сол жақтан қарап, описаниясына жасасаңыздар болады. Колбасаның қыздар кез келген түрін ала берсеңіздер болады, яғни халал болып, және де негізінде копченый болса дәмдірек болады. Немесе колбаса қоспаймын, ұнатпаймын дейтіндер болып жатса, онда піскен сиырдың, қойдың немесе жылқының етін қоссаңыздар да болады.
Сондықтан да ет қосу жағынан өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей барлық туралынатын заттарымыздың барлығын турап алып, енді ыдысымызға салып барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстінен қаймағымызды, яғни дүкендегі қаймақты қосамыз. Бірақ бізге бұл жерде қаймақтың қанша процент болуы бізге маңызды емес. 15% болса да, 20% болса да алып қоса бересіздер. Енді қазір лимонымыздың үлкен қасықпен бір қасығын согын кішкене сығып аламыз. Және де кішкентай шай қасықпен горчица қосамыз. Горчица өте керемет дәм береді, үйлесімі өте керемет болады, сондықтан да қоссаңыздар дәмі ерекше әдемі болады. Мінекей айранымызды қосып алдық. Қазір кішкене араластырып, содан соң үстінен газдалған суымызды құятын боламыз. Енді барлығын араластырып, тұзын дәміне қарай көріңіздер. Кем болып жатса, кішкене қоссаңыздар болады, бірақ тұзының көп болмағаны дұрыс деп ойлаймын, өйткені колбаса, жұмыртқа барлығының дәмі шыққанда тұзы өзі жақсы болады, және де окрошка кішкене тұрғаннан кейін ішіндегі барлық ингредиенттерінің кішкене тұзы шығып, дәмі кіретін болады. Сондықтан да тұз салған кезінде байқап салсаңыздар. Және де мінекей қыздар, біздің окрошкамыз дайын болды. Өте керемет, түрі де әдемі, дәмі енді қою, дәмді әдемі болды. Сондықтан да жасап көріңіздер. Видеоны толық көргендеріңіз үшін мың алғыс, рахмет. Және де осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сау болыңыздар, барлықтарыңызға ас болсын.